Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстанға белгілі актер, тележүргізуші Тәуекел Мүсілім туралы ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп өтсеңіздер. Тәуекел Мүсілім 1988 жылы желтоқсанның 9 жұлдызында дүниеге келген. Кішкентай кезінен Тәуекел спортқа жақын болған. Әрқашан футбол ойнағанды жақсы көрген. Тіпті футболист болу оның бала кезгі арманы болған. Сонымен қатар жүзумен және күреспен айналысқан. Әртүрлі спорттармен айналыса Тәуекел өзінің формасын сақтауға тырысқан. Алматы қаласындағы нөмір 140 мектеп гимназиясын бітіргеннен соң анасы Тәуекелге шарт қояды. Өз күшіңмен грантқа түс немесе әскерге бар деп. Тәуекел түндерін кітаптармен өткізіп, нәтижесінде емтиханды жақсы тапсырып, Қаныш Иматайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университетінің машина жасау мамандығы бойынша білім алып шығады. Ата-анасы Тәуекелдің бала күнінде ажырасып кеткен. 2 інісі бар. Бойы 194 сантиметр. Студенттік жылдары тек қызықты кездер ғана емес, өмірінің маңызды кезеңі болған. Себебі Тәуекел өнер саласында өзін сынап көргісі келді. Бастапқыда модель болып, кейіннен жарнамаларға түсті. Тәуекел ең алғаш 2014 жылы киноларға түсе бастайды. Оның ең алғашқы киносы «Махаббатым әрқашан жүрегімде» деп аталатын телехикая. Бұл телехикая Тәуекелге танымалдылық алып келді. 2017 жылы «Анамды іздеймін», «Барлығы ерлер үшін», «Аға немесе неке» фильмдерінде негізгі рөлді сомдайды. 2018 жылы «Аға немесе некенің» 2 бөлімінде. 2019 жылы «Мен пончикпін». 2020 жылы «Папа еріксіз». Ал 2021 жылы «Маша мен Дударай» атты фильмдерде рөл сомдайды. 2022 жылы актер «Қазақтар жат планеталықтарға қарсы», «Барон», «Қоңырау белгісі», «Оққағар» фильмдерінде басты рөл сомдаған. Актер сонымен қатар «Таңғы студия», «Жаңа күн», «Ревью», «Сәлем Қазақстан», «Қазақстан дауысы», «На Тәуекел» бағдарламаларында жүргізуші болды. Тәуекел Мүсілім тек қана актер емес, сонымен қатар әнші. Оның әндері «Махаббатым», «Жаңа жыл», «Бақытым бір сен», «Дударай» деген өлеңін Мария Петлюкпен бірге шырқаған. Ал отбасы жөнінде айтар болсақ, 2020 жылдың қаңтарында 31 жастағы Тәуекел Мүсілім 24 жастағы Махаббат Түктібаеваға үйленді. Әйелінің мамандығы дәрігер. Ал 2021 жылдың қаңтарында тұңғыш ұлы дүниеге келді. Есімі Сабыр Айтөре. 2022 жылдың қарашасында екінші ұлы Әмир дүние есігін ашты.